Енді пайғамбар Мұхаммад алейхиссалату вассалам бір сүннет алып келді бізге. Жол алып келді. Ислам деген. 23 жыл бойы осы дінді қабылдады, одан кейін мен жеткізіп кеттім ба деп жеткізіп кетті. Енді сол кісінің қазір біз сүннеттерін орындап жүрміз. Біреуіміз мисуақ қолданып жүрген шығармыз. Біреуіміз дүйсенбі, бейсенбі күні ораза ұстап жүрген шығармыз. Біреуіміз тахаджуд намаздарын оқып жүрген шығармыз. Бірақ мен сіздерге баршаларыңызға бір сұрақ қояйын да сұраққа жауабымды бірақ бере салайын. Ең үлкен сүннеті не деп ойлайсыздар? Ол да болса Алла тағаланың дінін тарату. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның сүннеттері көп. Соның арасындағы ең негізгісі ол кісінің осы дүниеге келгендегі мақсаты ол дінді таратып кету үшін келген. Ал мына сіздер, біздер, қожалар, сол жалғастыратын, сол дінді ары қарай жеткізудің аманатын көтеріп алған адамдармыз. Біздің мойнымызда үлкен жүк бар негізі. Кешегі мына Абдуғаппар Сманов деген ұстазымыздың қолынан тәлім алдық. Медресесін бітірдік. Сол кісілер өз көзімізбен көргенбіз. Бізге ештеңе керек емес. Бізге өзіміздің миссиямызды беріңіз деп тұратын еді ол кісі. Шынымен өзінің миссиясын орындады, 50 жасқа дейін өмір сүрді, дүниеден өтіп кетті. Бірақ болашақтағы бір 100 жылға тарихта қалған шығар деп ойлаймын ол кісі. Аты брендке айналып қалды ол кісінің қазір. Абдуғаппар ұстаз. Кімсің? Абдуғаппар ұстаз. Абдуғаппар ұстазды қазақ әлі дүниеге әкеле алмай отыр, бірақ қарасаңыз. Қазір бар ма Абдуғаппар ұстаз? Алаңға қарайықшы. Уағызшылардың алаңына қарайық, дін алаңына қарайық. Абдуғаппар ұстаз бар ма қазір? Жоқ. Бірақ Абдуғаппар ұстаз шынайы қожа еді. Дінді таратты.